Қазақстан Республикасының қолөнершілер одағының мүшесі, этнограф Бұлбұл Кәпқызының киіз үй атты кітабы жарыққа шықты. Кітап Атамұра баспасынан басылып, қазақ халқының ұмыт болып бара жатқан мәдени мұраларын қайта жаңғыртуға арналған. Шығармада киіз үйдің құрылымы, тарихы мен маңызына терең талдау жасалып, әрбір элементі туралы жан-жақты ақпарат беріледі. Түпнұсқа қоңыр түспен безендіріліп, атауы алтын әріптермен жазылған. Осы өнерді мен бала күнімнен үйрендім, бала күнімнен барлығын жасаймын. Өзім сол киіз үйді қатты зерттедім, сондықтан соны жазып шығарғым келді. Бұл кітап енді болашақ осы киіз үйді танıyын деген адамға, ғылыми зерттеулер жасаған адамдарға, студенттерге, жаңағы барлық енді киіз үйге қызығушылығы бар адамдарға, шетелдің адамдарына да барлығына бұл кітаптың үлесі үлкен деп ойлаймын. Алматы күніне орай ұйымдастырылған кітап жәрмеңкесінде өткен тұсаукесер рәсімінде белгілі жазушылар, этнограф зерттеушілер мен қолөнер шеберлері қатысып, өз пікірлерін білдірді. Автордың еңбегі ұлттық мәдениетімізді сақтап қалуға қосқан ерекше үлес ретінде бағаланды. Ұлттық құндылығымызға ден қоямын деген оқырмандардың құлағына алтын сырға. Аталған кітап Атамұра баспасының сөресінде сіздерді күтеді. Елназ Жайлау, Дариға Суликова, арнайы Мінбер ақпараттық агенттігі үшін.